уюлдашкыча элдин эң басты жетістігі кандай? Ең басты жетістігі еліміздің, ата-бабамыздың армандаған еркіндікке дербес ел болсақ деген арманы орындалып, тәуелсіз Қазақстан болдық. Өз алдымызға дербес еліміз өркендеп келе жатқан, халықаралық деңгейде беделіміз жоғары, жақсы көркейген ел болғанымыз. Елбасының тәуелсіз мемлекет болуына қосқан үлесі қандай? Енді осы тәуелсіздік мемлекетіміздің іргесін қалаған, оған басшылық беріп жүргізген Нұрсұлтан Назарбаев. Еліміздің қосқан үлесі біздің Қазақстанның шекарасын белгіледі. Семей полигонын жапты. Рухани жаңғыру деген жоспар құрып, мына елімізді жоғарғы елдердің қатарына қосуға үлес қосып жұмыс жасауда. Қазір ғылым мен білімге көп аударып жүр. Осы өмірде жеткен жетістігіңіз қандай және жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Мен өзім 45 жыл ұстаз болдым. Жетістігім деп білем, оқытқан шәкірттерімнің бәрі өмірден өздеріне лайықты жақсы мамандық иесі болып азамат болды. Соған мақтанамын. Қазіргі жастарға айтатыным, қазір деген оқуға мүмкіндік мол, жетіскен, компьютер бар. Қай жерден қалай оқимын десең де жағдай жасалған. Сондықтан жастарға айтарым, жақсы білім алып оқуға көңіл бөлсе екен.